Сәлем баршаңызға достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен миксерді қажет етпейтін өте үлкен әрі жұмсақ, жасалу өте оңай пирог жасайтын боламыз. Әсіресе бұл пирог үлкен отбасыларға арналған, өте оңай әрі үлкен көлемді болып шығатын пирог. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі құрғақ заттарды араластыратын боламыз. Ұн және де какао, тұз және де ас содасын саламыз. Ұнды, какаоны міндетті түрде ұн-илегішпен өткізіп алыңыздар. Какаоның сапалы болғаны маңызды. Барлығын осылай лопаткамен көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді содан соң біз үстінен қант саламыз және де сұйық май. Описанияға толық рецепттің құрамын жазып кеттім. Төменде описаниядан көріп жасай беріңіздер. Және де 3 жұмыртқа, сүт барлығын салып, енді жақсылап араластыратын боламыз. Венчиктің көмегімен немесе лопатканың көмегімен араластырсаңыздар болады. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Бұл пирог миксерсіз де өте әдемі болып шығады, биік болып көтеріледі. Ең бастысы түйіршіктері қалмауы керек. Жақсылап араластырғандарыңыз жөн болады. Содан соң ең соңында біз 1 шай қасық 6% алма уксусын салып жібереміз. Яблочный уксус, яғни 1 шай қасық салып, енді жақсылап араластырамыз. Ешқандай ұнның түйіршіктері қалмау керек. Бір тегіс бізде осындай өте әдемі масса болады. Міне, осы сәтте алдын ала пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Егер сіздер сапалы какао қолдансаңыздар, пирогтарыңыздың дәмі де түсі де әдемі болады. Мен кеңес беретін 2 какао, малайзиялық және де рахат какаосын қолдануға кеңес беремін. Енді осы массамызды противенге орналастырамыз. Астына міндетті түрде пергамент бумагасын төседім. Және де бір тегіс етіп жаюға тырысыңыздар. Барлығын бір тегіс етіп жайып, енді духовкаға 180 градусқа шамамен 40-45 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Міне пирогтың піскен-піспегенін ағаш таяқшамен тексерсеңіз болады. Ағаш таяқша құрғақ болып шықса, демек іші пісті толықтай. Міне менде барлық жерін тексеріп шықтым, толықтай піскен. Енді біз глазур дайындайтын боламыз. 100 грамм шоколад қажет болады және де 35 грамм сүт құямыз. Барлығын өлшеп жасаймын таразының көмегімен. Егер өлшеп жасасаңыздар, пирогтарыңыз бір жасағынан керемет болып шығатын болады. Шоколад пен сүтті микроволновкада немесе қайнап тұрған суда ертіп алсаңыздар болады. Ерітіп, пирогтың бетіне пирог суған соң барып құятын боламыз. Және де бір тегістеп, қалауыңыз бойынша бетіне жаңғақ немесе өзіңіз қалаған заттармен сәндесеңіздер болады. Ал мен миндальный слайс қолдандым, әдемі көрік беру үшін. Міне барлығын сеуіп болған соң сіздерге бірден кесіп көрсеткелі жатырмын. Кескеннен ақ байқасаңыздар болады. Пирогтың жұмсақтығын, пирогымыз өте жұмсақ болып шыққан, әрі биік болып шыққан, үлкен көлемді, әсіресе үлкен отбасыларға таптырмайтын пирогтардың бірі деп айта алар едім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмсақ әрі өте биік болып шығады. Каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Алдағы уақытта сіздерді көптеген керемет рецепттермен қуантатын боламын. Сіздермен болған ләззат.